Сәлем құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Біз өзіміздің техношоу влогтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Айта кетер жаңалық, келесі аптадан бастап тек қана техношоу емес, автошоу, автотесттерді бастайтын боламыз. Менің ойымша көптеген көрермендерге ол өте қызық болады, жеке басыма да өте қызық. Бүгін мен өзімнің күнделікті қолданып жүрген ноутбукқа шолу жасаймын. Ол ноутбук Lenovo Yoga S730 сериясынан шыққан ноутбук. Бүгінгі шолу екіге бөлінеді. Біріншісі асығып отырған адамдарға экспресс шолу, ал екіншісі тереңірек білгісі келетін адамдарға терең шолу. Экспресс шолуда ең басты 5 мәселені қозғап кеткім келеді. Біріншісі, бұл ноутбук өте жеңіл және өте жұқа. Екіншісі, дизайны заманауи және стильді болып келеді. Үшіншісі, негізгі қолданыс мақсаты бизнес және оқулық мақсатында деп ойлаймын. Төртіншісі, техникалық сипаттамалары жетерліктей қуатты. Айта кететін болсақ, 10 сағат жұмыс істей алатын батареясы бар. Озу 16 гигабайт, Intel Core i5 8-ші ұрпақтағы және 256 гигабайт SSD дискпен жабдықталған. Және соңғы 5-ші мәселе, оның бағасы нарықта 360-370 мың теңгенің көлемінде. Менің ойымша бұл өте қымбат. Бірақ жалпы мен бұл ноутбукқа көңілім толды. Ары қарай қолдана беремін және сіздерге де өздеріңіздің бизнестарыңызға немесе оқуларыңызға алуға кеңес беремін. Осымен экспресс шолу аяқталды. Ал енді араларыңызда асықпай, тереңірек көрем деген адамдар болса, шайларыңызды дайындап, дивандарыңызға жақсылап отырып алыңыздар. Біз терең шолуды бастайық. Сонымен бізде бүгін процессоры Intel Core i5 8-ші ұрпақтағы 10 сағат жұмыс істей алатын және 1 сағаттың ішінде 80%-ға дейін қуатталана алатын саусақ ізі сканері бар және Yoga сериясындағы ең жұқа алюминий корпусы бар Lenovo ноутбугі. Менің ойымша, бұл ноутбуктың ең басты плюсы ол оның дизайны. Бағана айтып кеткендей, бұл өте жұқа және өте жеңіл ноутбук. Салмағы небәрі 1,2 килограмм. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, кейбір журналдардың өзі 1,2 килограммнан астам болып кетеді. Сондықтан да кез келген жерге оны алып кете беруге ыңғайлы. Экраны бұның 360 градусқа жатады. 3,5 мм аудио джек бізде қалдырылған. Бұл өте ыңғайлы. Бұның корпусы алюминийден жасалған, түсі күңгірт болып келеді, яғни кір көтерімді, саусақтың іздері қалмайды. Бір ғана бұның минусы бар дизайнда, ол USB порттары тек қана Type-C болып келеді. Егер сізде мысалға принтер қосу керек болса, болмаса флешкаңызды салу керек болса, компьютерге қоса тағы да бір қосымшаны алып жүру керек. Ол әрине кішкене ыңғайсыздау, бірақ осы үшін қатты қиналып қалған кезім есімде жоқ, өйткені көп информациялар қазір интернеттен жүктеледі. Принтерлар немесе басқа қосымшалар Wi-Fi арқылы қосыла береді. Сондықтан да USB порты болмағаны қатты қиындықты тудырмайды деп ойлаймын. Дисплейіне келетін болсақ, 13,3 дюйм кең бұрышты Dolby Vision технологиясымен жасалынған дисплей. Дисплей сыртындағы рамасы жұқа болып келеді. Бұл маған өте қатты ұнайды. Дисплей өте жарық және тұнық цветтерді береді. Көзге өте жағымды болып көрінеді, менің ойымша. Дисплей негізгі корпусқа ыңғайлы және жатық топсамен бекітілген. Дисплейдің ашу тестін бұл ноутбук ешқандай қиындықсыз өтеді, яғни дисплейді бір саусақпен екінші саусақты қолданбастан ашуға болады. Бұл дисплейдің бір ғана минусы бар, ол оның жылтыр экраны. Бұл жылтыр экран кейбір жарықтардың сәулелерін көзге шағылыстыруы мүмкін, ол ыңғайсыздықтарды туындырады. Бұл мәселе кейбіреулерге ұнайды, кейбіреуіне ұнамауы мүмкін. Ұнамайтын адамдарға әрине күңгірт экрандарды алу керек, сол кезде сіз бақытты боласыз. Әрі қарай жылжитын болсақ, достар, пернетақтаға келейік.
Бұл пернетақтаға тиісетін жерім жоқ. Пернелердің жүрісі жатық, көлемі мен арақашығы кең, менің секілді дәу саусақтарға да шыдай береді. Ешқандай шатаспастан пернелерді баса бересің. Оған қоса пернетақта 2 деңгейлі жарықтандырумен жабдықталған. Түнгі уақытта жай немесе қаттырақ қылып жағып қойға болады. Ол өте ыңғайлы. Пернетақтаның төменгі жағында кең тачпад пен саусақ ізі сканері бар. Санмен көп жұмыс істейтін адамдарға бұл пернетақта сәл ыңғайсыздау болуы мүмкін, өйткені қасындағы қосымша сандары бар пернетақта мұнда әрине жоқ. Осы уақытқа дейін қолданып келген кезімде менің бұл пернетақтаға бірақ қана сұрағым болды. Power кнопкасын басқан кезде ол басылды ма, жоқ басылмады ма білінбейді. Яғни ешқандай саусаққа да сезілмейді және ешқандай дыбысы да сезілмейді. Неге Lenovo компаниясы осы батырманы кеңірек қылып немесе басқан кезде басылғаны сезілетіндей қылып жасамағаны маған әлі күнге дейін түсініксіз. Бұл ноутбук жақсы акустикалық системамен жабдықталған. Ол системаның атауы Dolby Atmos, өте тұнық, терең дыбыс береді. Тіпті бір үйдегі қымбат колонкалармен тыңдап отырғандай сезім боласын. Бірақ қолданыс кезіндегі мен түсінбеген бір қателік болды. 1-2 минуттан ұзақ тыңдасаң, түсініксіз дыбыстар пайда болады. Егер ноутбукты өшіріп қайттан қоссаң, ол дыбыстар қайттан жоқ болып кетеді. Бұл программалық жабдықтаудан ба, жоқ оның темірінен ба, неден екенін әлі күнге дейін білмеймін. Гарантия бойынша барған жоқпын. Осындай бір үлкен минусы бар, оның себебін әлі күнге дейін өзім білмеймін. Көптеген ноутбуктың ішінен осы ноутбукты таңдаған себебімнің бірі ол оның ішкі жады. Оның ішкі жады жесткий диск емес, SSD диск. Бұл мәселе ноутбукқа тез, жылдам жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жоғарыда айтып кеткендей, бұл ноутбуктың негізгі қолданыстары бизнес пен оқу деп айттық. Мен әлі бұл ноутбукпен ойын ойнап көрген жоқпын. Қайын ойындарды көтере алады, қайсы ойындарды көтере алмайтынын өкінішке орай білмеймін. Араларыңызда соны білетіндеріңіз болса, төменде пікірге жазып кетсеңіздер болады. Өз кезекте бұл ноутбукпен мен бірнеше видеоларды монтаж жасап көрдім. Әрине видеолардың түрі бар. Жеңілдеу келген видеоларды ешқандай проблемасыз монтаж жасап өңдеп береді. Ал кішкене ауырлау HD видеоларды өңдеуге сәл қиналып, дыбыс шығарып, қызыңқырап кететіні бар. Сондықтан да менің ойымша бұндай мақсаттарға ол жарамайды. Бағасына келетін болсақ, достар, бағасы 370 мың теңге. Мен жеке басым бұны рассрочкаға алған болатын. Өйткені бірден 370 мыңды мен секілді жас маманға алу қиындау. Десек те, бұған салыстырмалы түрде басқа компаниялардың ноутбуктарын алатын болсақ, 500 мың теңгеге дейін баруы мүмкін. Олардың арасында әрине тым арзан емес, десек те қол жетімді бірнеше айға бөліп төлеуге болатын болғандықтан мен оны алдым. Бірақ жалпы айтатын болсақ, негізі бұл бағаның өзі біздің халыққа өте қымбат деп ойлаймын. Егер де осындай дизайны бар және қолдануға ыңғайлы ноутбуктар қолжетімдірек болған кезде нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. 100 мың мен 200 мыңның арасында мейлі дерлік 200 мыңның ар жақ бер жағында болса, менің ойымша сол дұрысырақ болар еді. Қорытындылап кететін болсақ, достар, бұл ноутбук жалпы маған ұнайды. Бизнеске немесе оқуға өте ыңғайлы. SSD диск жылдам жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Техникалық мүмкіндіктері жеткілікті. Экраны тұнық әдемі түстерді береді, бірақ жылтырақтығы кейде сәулелерді шағылыстыратыны бар. Және ең үлкен сұрағым әрине бағасы сәл қымбаттау деп ойлаймын. 25-30%-ға арзанырақ болған кезде қол жетімді болатын еді деп ойлаймын. Бірақ жалпы қорытындылап келген кезде ноутбук менің көңілімнен шықты. Бұны мен әрі қарай қолдана берем және сіздерге де егер де оқуға немесе бизнесқа керек болса, алуға кеңесімді берем. Егер де осы видео сізге ұнап және пайдалы болып жатса, лайк батырмасын басып, пікір алаңына өз ойыңызды жазып кетіңіз. Жалпы біздің каналымыздың контенті сізге ұнап жатса, тіркеліп қойыңыз және қоңырауша кнопкасын басып қойыңыз, келесі видеоларды өткізіп алмас үшін. Өйткені бізде уақыт өте келе видеоларымыз қызықты болып келе жатыр және контентіміз сапалы болып келе жатыр. Ондай болса, келесі видеода көріскенше, күн суық, жылы киім жүріңіздер және міндетті түрде маскаларыңызды тағып жүріңіздер. Аман сау болыңыздар.